Мен Ізбасар Жасұлан Елубайұлы, Ақтөбе облысы Темір ауданы нөмір 3 Шұбарқұдық жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін. Қазіргі таңда мен Ақтөбе өрлеу институтында Алмагүл Багиевнаның жетекшілігімен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін арттыру тақырыбындағы базалық курстамын. Бұл базалық курс бізге не үйретті? Мен осы базалық курстан не түйдім? Осы жайында айтайын. Біріншіден, біздер күнделікті сабақта қолданып жүрген қысқа мерзімді жоспардың құрудың тиімді тәсілдерін үйрендік және тілдік бағдарлардың негізінде құрылған оқу жоспарларымен жеке-жеке жұмыс жасадық. Және сабақтың үстінде қолданылатын неше түрлі әдіс-тәсілдерді үйрендік. Енді міне осы айтылғандардың барлығын мен өзімнің бойыма сіңірдім және тәжірибе барысында қолданам деген ойдамын. Мен осы Ақтөбе өрлеу институтына және тренерім Алмагүл Багиевнаға үлкен алғысымды білдіремін.